Путин дәл қазір орыстың өзін қалай ұстаймын деп есі шығуда. Себебі орыстағы экономикалық жағдай күннен күнге қиындауда. Орыстар орыстың өтірік үгіт насихатшыларының шовинистік қырам жоям атам дүниеде орыстан мықты халық жоқ, орыстың қаруынан мықты жоқ дегендердің бәрінің өтірік екеніне ең надан, ең сорлы деген орыстың өзінің көзі жетіп, енді қазір Ресейдің ішкі жағында толқу басталды. Ақпараттық толқу, әлеуметтік желдегі наразылық, адамдардың жұмыссыздығы, мынау батыс компаниялар кеткеннен жұмыссыз қалған батыс компанияларында жұмыс істейтін орта буржуаздар, ақ жағалы кластар енді Ресейде кәдімгі кедей қауымдардың қатарынан шыға келді. Күні кеше батыстың компанияларында жоғарғы лауазымды жұмысшы болып жүрген олар кәдімгідей батыстық деңгейдегі айлықпенен қарапайым жай орысқа қарағанда мықты тұрған, жақсы тұрған. Енді олардың барлығы кәдімгі көз ашық көкірек ояу шетел фирмаларында жұмыс істейтін орыстар Ресейдегі ең үлкен наразы қауымның алдын бастап тұр. Дәл қазір Путиннің қорқатыны Украинадағы соғыс емес, Путиннің қорқатыны Ресейде толқу басталып, тағымнан айырылам ба, тағымнан айырылған соң жанымнан айырыламын ба деп отыр. Анығында дәл қазіргі орыс-украин қақтығысы былай тартсаң арба сынады, былай тартсаң өгіз өледі. Ал батыстың алпауыттарына бұл соғыстың ұзаққа созылғаны керек болып тұр. Себебі соғыс ұзаққа жалғасқан сайын олар байып жатыр. Азық-түлік компаниялар баюда, тасымал компаниялар баюда, ең керемет байыған қару-жарақ компаниялары. Себебі батыста қару-жарақтың барлығын жеке меншік компания өндіретін білесіздер. Украинға берілген көмектің қанша пайызы қару-жарақ компанияларына кеткенін білерсіздер. Жайшылықта бір зымыраны қанша доллар, ал соғыс кезінде қанша доллар болғанын елдің бәрі біле бермейді. Бірақ базардағы байпақтан сөредегі нан ірімшікке дейін өсіп кеткенін білсек, қарудың да бағасы өскенін ойлап жетуге болады. Демек, соғыс біреулердің жанын жалмағанменен біреулердің қалтасын қампайтуда. Байдың ақшасы көбейген сайын кедейдің саны көбейеді. Бұрынғы қазақ айтқан, байдың малы көбейсе, кедейдің саны көбейеді деген. Сол. Дәл қазір қырылған Украин, қираған қала, өліп жатқан орыс, аңыраған ата-ана, аға бауырынан айырылған жұрт, бірақ Еуропа мен Америкада заттың бағасы өсті, үйдің бағасы 2 есе 3 есеге кетті, доллар құнсыздануда, азық-түліктен тартып қарапайым тұрмыстың барлығы өсіп жатыр. Бірақ соғысты жалғастыруға біреулер мүдделі болып отыр. Бірақ сұмырай Путин Украинаның қарапайым халқын атқылауын тоқтатар емес. Украин жеріндегі вокзалды және вокзал маңындағы тұрғындар тұратын микро аудандарды атқылап, бәленбай бейуаз бұқараны қанға бөктірді, жандарын жалмады. Осы заманның қанішері Путин дәл қазір бүкіл дүние жүзілік саясатта ең бір жағымсыз адам ретінде, ең бір сүйкімсіз адам ретінде қалыптасты. Яғни бүгінгі күннің Гитлер екендігін дәлелдеді. Ресейге санкция күннен күнге күшеюде, ал Американың, Еуропаның Украинаға қолдауы күннен күнге артуда. Ресей жанталасып, ары қарай не істерін біле алмай отыр. Соңғы кезде болған жарылыстар, соңғы кезде Мәскеуде болған Дугиннің қызының өлімі, ал ол қыздың өлімі туралы Ресейдің өтірік көпірме саясаты керісінше Ресей халқының көзін ашуда. Америка екі жақты қатаң саясатын бастады. Августтегі 4-ші мәрте Американың арнайы делегаты Тайванға барды. Бұл ресми үкіметтік делегат. Ал Қытай не істерін білмей отыр. Тіпті кейбір деректерде Қытайдың басшысы Си Цзиньпин тек әскери істер төрағасы және мемлекет төрағасы болып қала береді. Партияның төрағасы болып қазіргі Қытайдың реформашыл, яғни прогрессивті премьер-министр Ли Кечан болады деген болжалдар бар. Анығын бір жаратушы Құдай біледі. Енді айналайын қазақтарым. Осы Қытайдағы 5 миллион қазақтың тағдыры сіздердің, бірінші әрине Алланың қолында, екінші сіздердің қолдарыңызда.
осы Қытайда қазақтар қамалғанда сіздер арыз бермегенде, бұл күнде жер бетінде Қытайда бір қазақ қалмас еді. Бір қазақты қоймайтын еді. Сол сіздер арыздан, сіздер дүрк көтеріліп, осыны халықаралық тақырыпқа айналдырғаннан кейін барып, Қытай мына концлагерді жеңілдетуге мәжбүр болды. Әрбір деңгейін сол Қытайда қамалып жатқан ұйғырлардың мына соңғы кезде аздап тынысы кеңіп жеңілдеуінің өзі әрбір деңгейін осы Қазақстанда қазақтардың дүрк көтеріліп, сол Қытайда қамалған туыстар туралы тақырыпты көтергеннен бүкіл дүние жүзі анау Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы концлагер туралы білді. Ал одан бұрын ешкім оны білдіре алған жоқ. Сол сіздердің арқаларыңыз. Әрине бірінші жаратушы, екінші сіздердің арқаларыңыз. Енді сіздер өзіңіздің тіке туыстарыңызды құтқардыңыздар, рахмет. Сөйте тұра, енді жамағайындарыңызды, руластарыңызды құтқарыңыздар. Біліңіздер, ызбандаңыздар. Бұрын тіпті сол Қытайда жүргенде тіпті ондай керемет жаңағы жақсы туысыңыз болмаса, ана бәленше қайда? Ана түгенше қайда? Түгеншенің 5 ұлы бар еді, сол қайда? Оларды астарлап сөйлейді екен. Менің үлкен таудағы көкемнің бір 3 бұқашығы бар еді ғой, сол 3 бұқашығы қайда десе, 3 бұқашығын сойысқа алып кетті дейді. Міне, қазір ауа райы қиын, жел қатты соғып тұр деп, мына қамау тұтқындау көбейіп тұрғанын айтады екен. Бір-бірімен WeChat'те сөйлесе, TikTok'та сөйлесе бүйтеді екен. Қиын, мына ауа райы құбылып тұр дейді екен, сол сөйлесу қиын деген сөз екен. Енді сол сөйлесіп, ана түгеншем қайда, бәленшем қайда бәрін анықтап, сол жамағайын болса, тіпті көрші болса, тіпті сізбенен тым қатты жақын туыс болмаса да, менің бәленше деген туысымды ұстапты деп. Енді Қытайдың қазағы Найман болса, сол бір Наймандық үшін арыз бер. Керей болса, Керейім еді, туысым еді деп арыз бер. Қоңыратың бар, Жалайырың бар, Қыпшағың бар, Қаңлы бар, Албан бар, Суан бар, тіпті Арғын бар. Бұраталаның Арасан ауданында Қыпшақ бар, Қоңырат бар, мына Сайрам көлінің бойында. Бәр бар, осы 300 қожа бар, төре бар. Әйтеу, руласың болса, беріңдерші. Руласым еді деп, шежіреден, қырғын чатаңнан туысатын болса да беріңдерші. Сөйтіп, мына Қытайдағы қазақтарға ие болыңыздар, жоқшы болыңыздар, сұраушы болыңыздар, сұраушысы бар екен деп Қытай ығады.